Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, өте нәзік, ауызда ерейтін керемет нанымның рецептісін сіздермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Нанға керекті қоспалар описание бөлімінде жазылған. Мінекей турағанда да қандай керемет нәзік, үлпілдек, жұмсақ, қараңыздар, губка тәріздес. Мінекей бассаңыз қайтадан орнына келеді, өте үлпілдек. Мінекей қараңыздар, қандай керемет. Ал енді менімен бірге болыңыздар. Құрамына қажетті заттар описание бөлімінде жазылған. Алдымен 3 ас қасық тұзымызды салып аламыз. Оның үстіне 6 ас қасық қантымызды саламыз. Оның үстіне 2 ас қасық ашытқымызды саламыз. 900 грамм жылы суымызды құямыз. Оның үстіне 100 грамм сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымызды саламыз. Көз мөлшерімен саламыз. Қатты қою болмау керек. Мен сұйықтау қылып аштым, сонда нанымыз үлпілдек болады. Бетін жауып ашытып қоямыз. Ал қамырымыз ашыды. Ашығаннан кейін табамызға пергамент бумагасын төсеп, нанымызды орналастырып шығамыз. Маған поклан өнімі ұнайды. Пергамент қағазынан мен үнемі покланды қолданамын. Сіздерге де қолдануға кеңес беремін. Осылай күлшелеп салсаңыздар да болады. Бұл қамыр сұйық болғандықтан бетіне жұмыртқа жағудың қажеті жоқ. Міне, екінші нанымызды да осылай үлкендеу қылып жайғастырамыз. Нанымызды сәл 10-15 минутқа көтергізіп қоямыз. Көтерілгеннен кейін бетіне күнжіт себеміз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 300 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Ас болсын.